Баршаңызға сәлем. Бүгін эскимо деген торт жасайтын боламыз. Бізге керегі 4 жұмыртқа, ағы мен сарысын осылай бір-бірінен бөліп аламыз. Ағына қантымызды салып, жақсылап ағарғанша миксерлейтін боламыз. Осылай ағару қажет. Енді сарысынан су қосып араластырамыз. Енді екеуін біріктіреміз. Одан соң ұнымызға какаомызды салып, разрыхителімізді саламыз. Жақсылап бірге араластырып аламыз. Енді массамызға аз-аздан сала отыра, астынан жоғарыға қарай қозғап, қоюлатып аламыз. Енді формамызға құйып, 180 градуста 20 минут пісіреміз. Ол уақытта кремімізді дайындаймыз. Сүтімізге қант, сгущенное молоко, 2 жұмыртқамызды және де 3 қасық ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырып, газге қоямыз. Енді осындай болып қоюлануы қажет. Болғаннан соң үстінен сары май тастап, жақсылап араластырамыз. Енді коржымызды алып, формамыздан шығарып, екіге бөліп аламыз. Пропиткамызды дайындаймыз. Сүтке сахарный пудра салып, жақсылап араластырамыз және де корждарымыздың үстінен осылай құйып шығамыз. Енді кремімізді құямыз. Коржымызды қойып, қайтадан пропиткамызды қойып шығамыз. Енді бетіне сары май мен қантымызды салып, какаомызды саламыз және де қаймағымызды саламыз. Барлығын араластырып, газге ерітіп аламыз. Осылай ерігенше ұстаймыз. Алып, тортымыздың бетінен жағып шығамыз. Болғаннан соң холодильникте бір түн ұстау қажет. Сол кезде торт өзінің формасын жақсы ұстап тұратын болады. Немесе 1 сағатқа қойып алсаңыз болады. Мен 1 сағатқа ғана қойып алдым. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, өкінбейсіз. Егер де видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.